Қалайсың, Мұрат? Елдос Мырзаның үйіне уже 1,5 жыл бұрын ремонт жасаған кезде кәдімгідей келіп замер алған болатынбыз. Қазір уже ремонт бітті, тұрып жатыр. Оның арасында Америка бар бұл кісі. В общем, енді қазір қалай шықты, соны көрсететін боламыз. Қараңыздар, күшті обзор. Біздің Айдана ханым үйіңіз өте керемет, өте әдемі, жаңа стильде. Прям мен чиновой кезінде көрдім, замер алған кезде. Қазір бір чет көрдім, прям андай күшті, әдемі стильде. Біз сізден, кстати, бір зат айтып кетейін, мына нені заказ бергенбіз. Мына тумбочка емес, бұл консоль деп аталады. Бізге вообще армададан көрдім, өте қымбат. Потом сіз маған жібердіңіз варианттарыңыз. Маған прям бірден осы ұнады, потому что красный бір акцент керек болды да маған, пятно дейді ғой. Вот осыны бердік и жақсы келді. Бізге осы ұнады. Мына ішіне бүкіл заттарымыз сиіп жатыр. Ерекше, иә, ерекше материалы да прям андай келген адам осы жерге ұнайды ғой, міне. Осы ұнады бізге дейді. Потом картину мы заказали у вас. Картина вот это мынау қолмен ойылып жасаған. Прям мен фотодан көрген кезде қатты ойландым, вот это қалай болады екен деп. Но мынамен сочетание просто великолепно. И мына живую көрсеңіздер, мынау каждыйын ойып жасағанда сонысы әдемі кетті. Бізде енді бұндай жоқ қой да? Или бар ма екен Қазақстанда? Қазақстанда мен байқамадым. Байқамадым. Сынбай бәрі аман-есен келді ғой. Вообще без всяких ештеңе сынған жоқ. Нормально. Коробка сынып келді, но өзі сынған жоқ. Біз басында ойладық, мә коробка сынды, это все пропало, девятки нет. Өте күшті. Да. Өте күшті. Енді бұл жердегі ең басты біздің причина өшірге келуіміздің себебі бұл біздің есіктер. Қараңыздаршы, бұл есіктер қазір. Бұл үйде 4-ақ есік. Айдана ханым заказ берген болатын. Бұл есіктің ерекшелігі